Гүлнұр, жайнап қойыпсың ғой? Иә, тегі бір жайнап қойыпсың ғой? Иә, бәрі сіздер үшін ғой. Ал істеп отырыңыздар. Ана қыз қайда? Ол өз комнатасында болған. Барып шақырып келсеңші тамақ ішсін. Айсана жүре ғой, тамақ ішеміз. Иә, қазір келе жатырмын ғой, так. Қашандағы жерге мен отырамын ғой. Мына жерге отырасың ғой сен. Иә. Мама, папа, мен сіздерге бірдеме айтайын деп едім. Айта ғой. Иә, айта бер, не болып қалды? Қазір. Мама, папа, короче, маған киім алу керек. Менің киімдерім білесіздер, иә? Тозып, сөйтіп жатыр ғой. И соған байланысты маған киім алу керек. Ойла, қызым, өзімізде ескірген киіммен жүріп қой. Шыдауға болмай ма? Көріп тұрсың ғой, біз жұмыс істеп жүрміз. Күні бойы, түні бойы жұмыс. Сосын алып береміз, қойшы. Сен де бір адам табетін қашырып. Қызым, конечно, алып беремін. Бірақ бізде ақшаның ыңғай болмай тұр. Қалай сонда біз бай емеспіз ба? Баймыз ғой әрине, бірақ ақшаны осы жолы уақытылы бермей жүр. Яғни, әкең дұрыс айтып жатыр ғой, ақшаны осы жолы уақытылы бермей жүр мүлдем. Немене? Онысы несі? Сіздерге, как всегда, бір күн сайын беріп тұратын ғой, 500 мың. Сол кезде 1 миллиондап табатынсыздар. Қалай сонда? Ой, мен тамақ ішпеймін, бір сұраған кезде осы ғой. Сендердің бәрі ескіріп кеткен мына түрмен маған кім қарайды? Бәрі модный болғанымен ескі жыртық. Мама мен папасы маған вообще киім алып бермейді. Қазір модада неше түрлі киімдер шығып жатыр ғой. Хотя бы бір киімім жыртық емес. Осыны киіп аламын да жатам. Уже надоел бар ғой. Қызды ренжістің ғой, сенде бір. Өлә, мен ба, қумаш? Мен емес, өзі ренжіп, қырсығып кет қалды ғой екеумізге. Ол қыз әйтеуір шайды да дұрыс ішкізбейді ғой. Адам деген жұмыстан шаршап келсе. Отыр енді, сен кетпекшісің ба? Той бір нормально отбасы емеспіз ғой, қойш. Жаным-ау. Кішкентай кезінде қатты сағындым. Кішкентай кезінде ерке, сыпайы қыз едің. Қазір өстің, киімге қарайтын болдың. Гүлнар тәтеңді де дұрыс жақтыртпайсың. Немене бәрі қызын жақтай ма? Әйтеуір қызды жақтайды. Ішпеймен болды, тәбетім жоқ болып қалды. Ұйықтап қапты ғой. Так, мынаны киіп ұйықтай салайыншы. Тамақтарын тауыспапты ғой, бір қызға болады, жүгіріп жүр әйтеуір уайымдап. Ол қыз болса да бір әйтеуір. Жарайды бопты. Настыр жинайын етпесе ертең сөйлейтінін білем ғой. Таң атыпты ғой. Мә, көзім асып кеткен шығар. Кеше жылатты ғой бұлар мені. Қашан киім алам осы? Қайсын кием? Мына болмайды. Так, таңдап алмасам. Болмайды. Болмайды бұлда. Болмайды. Мына бір толық болмайды. Болмайды, немене бәрі? Хотя бы мынау бар екен ғой. Мынау жыртық екен ғой. Ой, бір құрышары. Шайынды тез ішіп, сосын сабаққа барасың. Кеше демалдың ғой, сол жетеді саған. Я, барамын. Гүлнар тәте қайда, Руслан аға? Гүлнар тәтең ол бір жаққа кетіп қалған, енді білесің ғой, ол кафеда среда дүйсенбі күндері жоқ болатынын. Тез іш, мен ана жақта күтем. Енді өзің білесің ғой, қаншалықты ішсең де, бірақ сабақтан қаласың, мен сол үшін айтып жатырмын. Адам десіп асықтыратын ма? Ішем ғой. Сумкаң қайда? Сумкасыз бара алмайсың ғой мектепке? Жүр кеттік. Я. Ой алла, қайттан шашып кетіпті ғой, сен ана жинай берші. Азат. Я, жинап жатырмын ғой. Болды онда.
Хой, уже бар ғой, 5-9 бар ғой. Қайта жұмыстан шығып кетпесем, білейін бір. Ужас, қыздың комнатасы осылай бола ма? Айнұр, бергеш. Қазір келем үстел реттеп жатырық па, мына жерде ыдыс-аяқ жуу. Ой, бір, осыда бір. Ханымым келген сияқты ше, бар басыға бір көріп келші. Әйтпесе асты что-то қозғалып жатыр, дыр-дыр. Біздің несі қозғалады ғой, білесің ғой? Біреу келсе. Қазір барып келем. Ашындаршы біреулерін, кім бар өзі мына үйде, а? Ужас, қазір ханым ұрсады маған. Жүріңіз ханым. Немене 5 сағат адамды күттіріп, тез ашпайсыңдар? Жұмыстан шығарып жібердin ба? Болды ханым, байқамай қалдым мен. Просто. Сен мына жақта отыратын адамсың ғой, адам ұқсап. Ана біз үстіңгі қабат жинап келдік та, просто Айсана өзінің комнатасын шашып. Ой, ол бір қыздарды жетпісіп тұрған жоқ. Дұрыс тәрбие бере алмай қойдым ғой, ол қызға да бір. Сен саламатсыз ханымым. Ой, не істеп тұрсың? Мына тамақты да жасамапты ғой. Мына Гүлнарды шақырып алмасам, өзі жақсы қызметші бар ғой. Содан үйрендер, техникасы күшті оны. Ой, ханым, мен жаңа ғана аяқты жинап, ыдыс-аяқты үріліп қапты, соны жуып неттім ғой. Сен соны баяғыда жуатын адамсың ғой, не істеп жүрсің бағанадан бері? Той бір, не кисем болады, а? Такс, мынаны киіп алайын. Ханшайымдай қылып бұрап жүрейін. Такс. Гүлнарды шақырып алмасам бар ғой. Болмайды уже. Алло, Гүлнар. Алло, қалыңыз қалай? Жақсы, өзің қалайсың? Жақсы демалып жатырмыз. Сізге ақша көп бергеніңізге рахмет. Оғаш жоқ. Қашан келесің сен Дубайдан? Мен әлі бір аптадай жататын шығармын шамалы. Бірақ балаларға көп көңіл бөлу керек. Еще бір кішкентайым ауырып қалыпты. Ой, мына жақта мыналар тамақ дұрыс жасай алмайды ғой, бір қызметші жалдау керек еді. Білесің ба, бір жақсы қызметшіні? Мен жалдаушы едім, бірақ мен қазір Дубайдамын ғой, әйтпесе мен анау Дубайдан сөйлесіп жатсам, білмеймін ғой. Олар келмей қояды ғой, дұрыс білмейді, менің түрімді көруім керек, оған құжаттардың бәрін көрсету керек, барлық жұмыс істеу керек, қызметші алу үшін ше. Ой, бір жарайды, енді тамақты өзіміз жасап жүреміз ба, бір апта бойы. Тез келмейсің ба, бір 5 күнде демалшы. 5 күн емес, ол 5 күн бір апта болып кетеді, такс. 2 күнде демалшы, сол жетеді ғой саған. Жарайды, 2 күннен кейін келуге тырысам әрине. Сен тамақ жасау білесің ба? Мен тамақ жасау білмеймін, бірақ бір тамақ жасау білемін. Бірақ ол тамағым күйіп кетуі мүмкін. Ой, Алла, енді өзіміз қалай жасаймыз? Мен вообще 5 жыл бойы өзім жасаған жоқпын, тамақты қызметшілер жалдап жасайтынмын. Үйренбегем де тамақты. Ё-мое, ужас қой, мынау ужас. Хотя бір тамақты білесің ба? Мен интернеттен қараш, телефоның бар шығар ма? Өзім телефонымды бере салайын. Олай, интернет бар, қазір үйренуге болады ғой. Папа, ау қызым, мама айтыңызшы, сосын маған көп ұрса бермесін. Айтам. Ал достарым, сериал аяқталды. Сіздерге ұнаса, лайк басып, тіркеліп кетіңіздер, және де алдағы уақытта 3-ші сериясы шығатын болады. Всем пока-пока.